тестілеу жүйесі. Бұл жүйеде жұмысты бастамастан бұрын бірінші браузеріңізде браузердің мекен-жай жолында сайттың атауын жазамыз. Бұл school.s.kz мекен-жайы. Мекен-жайын жазғаннан кейін сіздердің алдарыңызда осы жүйенің беті ашылады. Бұл жерде сіз логин мен пароліңізді енгізесіздер. Логин мен пароль өзіңіздің күнделікті жұмыс жасап жүрген білім алу электронды мектеп жүйесіндегі логин мен құпия сөзіңізді енгізіп жүйеге кіресіздер. Жүйеге кіргеннен кейін сіздеріңіздің алдарыңызда бірінші бет осы жүйенің сол жағындағы мәзірі көрсетілген. Мәзірде сізге көрсетілетін, сізге қолжетімді барлық бөлімдері, модульдері көрсетілген. Бұл хабарлама, нұсқаулық, іс-шара, курстар, кітапхана, тестілер, тапсырмалар және тағы басқалары. Бұл жүйедегі мәзірдің сол жағындағы модульдер сіздің рөліңізге байланысты көрсетіледі. Енді жұмысты бастамас бұрын нұсқаулық бөліміне өтіп, оқушы болса, оқушы өзінің нұсқаулығын жүктеп қарай алады. Оны PDF форматында оқып, немесе бейнебаян арқылы қарап тексеруге болады. Немесе мұғалім өзінің оқытушылар үшін нұсқаулық бөліміне кіріп, тура солай бейнебаян немесе PDF форматында нұсқаулықты қарап таныса алады. Келесі жүйеде жұмыс неден басталады? Біріншіден біз іс-шараны қосамыз. Іс-шараны қосу үшін біз мына жердегі сол жақтағы мәзірдегі іс-шара бөліміне өтеміз. Іс-шара бөліміне өткенде сіздердің алдарыңызда іс-шараның беті ашылады. Әлі сізге тағайындалған іс-шаралар болмаса немесе қосылмаса, бұл бет сізде ешқандай мәліметсіз болады. Енді бізге іс-шараны қосу үшін іс-шараны қосу батырмасына басу қажет. Сонымен қатар, күнтізбе белгісіне басқан кезде сіздердің алдарыңызда күнтізбе шығады. Осы жерде керекті күнді таңдап, сол күнге тағайындалған немесе қосылған іс-шаралар болса, сол күн бойынша қарап шыға аласыздар. Шілде деген айдың атауына басқан кезде басқа айлардың атауы шығады, керекті айды қосып, сол ай бойынша күндердің қосылған іс-шараларды көре аласыздар. Іс-шараны қосу батырмасын басқаннан кейін сіздердің алдарыңызда іс-шараны қосу беті ашылады. Бұл жерде сіз іс-шараның атауын жазасыздар, басталу уақыты, аяқталу уақыты, пәннің атауын жазасыздар. Пәннің атауы қалай қосылады? Мектептің жүйе әкімшісі немесе басқа бір жауап беретін қолданушысы пәндік қор деген бөліміне кіріп, керекті пәндер тізімін барлығын қосып шыға алады. Ол пәндер алдын ала қосылмаған жағдайда пәнді таңдау басып, бөліміне, өрісіне керекті пәннің атауын жазып шығуға болады. Ол өзі автомат түрде осы пәндік қор атаулар тізіміне қосылады. Пәнді қосқаннан кейін іс-шараның сипаттамасын қосу керек болған жағдайда сипаттамасын қоса аласыздар, кілт сөздерді қоса аласыздар. Одан кейін сақтау батырмасына басамыз. Келесі жұмыс атқарылатын жұмыс. Сіздердің алдарыңызда іс-шараның толық көрінісі көрсетілген. Мынау үстіңгі жақта сіз іс-шараның атауын көріп отырсыздар. Бірінші тақырып деген іс-шараның атауы. 22 июль деп тұрғаны бұл қай күннен қай күнге дейін осы іс-шараның жүргізілетін уақыты, тыңдаушылар тізімі, қосылған курстар, материалдары, тесттері, тапсырмалары. Бұл толық көрінісі. Енді әрбір бөлімі бойынша толық өтіп шығайық. Ең біріншіден тыңдаушыларды қосу қажет. Тыңдаушыларды қосу үшін біз оны екі тәсілмен қоса аламыз. Тыңдаушы батырмасына басып, немесе топ батырмасына басып. Тыңдаушыны қосу батырмасына басқан кезде сіз әр сынып бойынша жеке-жеке оқушыны қоса аласыз. Мысалы, бұл іс-шарада сізде
әртүрлі сыныптардан оқушылар қосылған жағдайда сіз әртүрлі сыныптардан бөлек оқушыларды қоса аласыздар. Немесе бір сыныптың барлық оқушыларын қосып шығуға болады. Сондай-ақ топ тәсілі ретінде де қосуға болады. Топ дегеніміз, яғни мысалы 7-ші А сыныбында алгебра пәнінен сынып 2 топқа бөлінсе, әр топты қоса аласыз, мысалы 1-ші, 2-ші топ деп белгілеп. Келесі, тыңдаушыларды қосқаннан кейін келесі қадамымыз ол курстарды қосу, яғни толық іс-шараны толтыру. Курстарды қосу үшін курсты тіркеу батырмасына басамыз. Курсты тіркеу батырмасына басқан кезде сіз курстар бөліміне өтесіздер. Курстар бөлімі деп көрсетіліп тұр мәзірдің сол жағында. Курстар бөліміне өткеннен кейін сізде барлық курстар дегеніміз осы қолжетімді болған сіздің мектептеріңіздегі барлық қосылған курстардың тізімі көрсетілген. Яғни бұл курстар алдын ала қосылып қойған және бұл курстардың баптауларында барлығына жалпы қолжетімді деп көрсетілген. Сондықтан барлық курстар деген жерде сізге барлық курстар қолжетімді болады. Менің курстарым дегеніміз сіз өзіңіз мұғалімнің қосылған курстары көрсетілген. Енді бізге жаңа курсты қосу керек болған жағдайда біз курсты құру батырмасына басамыз. Курсты құру батырмасына басқан кезде сіздердің алдарыңызда жаңа курсты толтыру бойынша терезе ашылады. Бұл терезеде сіз курстың атауын толтырасыздар, сипаттамасын керек болған жағдайда кілт сөздерін және сақтау батырмасына басасыздар. Келесі, мысалы міне курсты біз қостық, мынау курстың атауы жазылған. Курстың подкурстар деп айтамыз, жаңағы курс бойынша тағы бір басқа сабақтарды қосуға болады. Мысалы, бір курста 10 сабақ бар. Солардың нәтижеге қосқан кезде сабақтың саны көрсетіледі. Уақыты қашан өтілетіні. Мысалы, қате кетіп қалған жағдайда, курсты өшіру керек болса, корзина белгісінде тұрған өшіру батырмасына басып өшіруге болады. Келесі, материалдарды тура солай қосылады. Материалдарды тіркеу батырмасына басамыз. Материалдар бөліміне өтеміз. Нәжде бірінші тақырып дегеніміз бұл іс-шараның атауы жазылған. Өзіңізде қосылған алдын ала мен материалдарым деген материалдарыңыз көрсетіледі, немесе барлық материалдардан қоса аласыздар. Сондай-ақ жаңа материалды қосу үшін материалды қосу батырмасына басамыз. Материалды қосу батырмасына басқан кезде сіздердің алдарыңызда бірнеше материалдарды қосу түрлері көрсетілген. Оның ішінде мысалы файл құжатты қосу, яғни ол сурет түрінде болуы мүмкін, файл түрінде, док немесе PDF форматында да болуы мүмкін. Видеоны қоса аласыз, ол әртүрлі, мысалы, YouTube немесе Vimeo сияқты сервис түрлерінен қосуға болатын видеолар. Сондай-ақ сілтемелерді көрсетуге болады интернет желісінен және вебинар қосуға болады. Бұл әр материалдарды қосу жөнінде мен сіздерге жеке-жеке өтіп кетем. Қазіргі уақытта келесі тесттер жөнінде айтып кетейін. Ол тесттерді қосқан кезде біз тура солай тесттің тіркеу батырмасына басамыз. Тесттің тіркеу батырмасын басқан кезде бізге тесттер бөлімі ашылады. Тесттер бөлімінде тура сондай менің тесттерім, барлық тесттер деген қойындылары бар. Жаңа тестіні қосу үшін тестіні қосу батырмасына басамыз. Тестіні қосқан кезде сізде мына жерде толтырылатын баптаулары шығады. Бұл жерде сіз тесттің атауын жазасыздар, сұрақтар саны толтырылады және өту уақыты. Ол керек болған жағдайда өту уақытын көрсетуге болады. Сонымен қатар тестіні қосқан кезде оны көрсететін бірнеше тәсілдері бар, яғни қайталанатын, ол әрбір оқушының тестісі кез келген рет өте алады деген сөз. Мына жерде қанат белгісімен белгілейміз кет болған жағдайда. Кездейсоқ тәртіптегі сұрақтар дегеніміз әрбір оқушы үшін сұрақтар кездейсоқ түрде араласып келеді. Және жалпыға қолжетімді дегеніміз басқа да мұғалімдер сіздің тестіңізге қолжетімді болады, оларға пайдалана алады. Барлығын толтырғаннан кейін сақтау батырмасына міндетті түрде басып, келесі сіздердің алдарыңызда осы құрылған тест бойынша
мынау құрылғыш шығады, сол жағында конструктор дейміз, басқаша айтқанда. Бұл жерде тестіні қосудың бірнеше тәсілдері көрсетілген. Ең қарапайым түрі ол жаңа сұрақты бір-бірден қосып шығу. Яғни мына жерде біз сұрақты жазамыз, сұрақтың жауаптары, варианттары, нұсқауларын жазып шығамыз. Дұрыс жауапты қанат белгісімен белгілеп шығамыз мына жерде. Келесі сұраққа тура солай көшіп, әрбір сұрақты бір-бірден қосып шығуға болады. Екінші түрі ол тізімнен таңдау. Тізімнен таңдау дегеніміз сіздің алдын ала қосылып қойған тестілеріңіз бойынша тақырыптарға бөлу дегеніміз. Мысалы, сізде бір қосылған тест, бір тақырыпқа арнайы арналған тест болса, сол тақырыпқа тесттерді құрастырып, сұрақтарды мына жерде тақырып бойынша іздеу дегенде керекті тақырыпты таңдап, сол тақырыптағы сұрақтардың тізімін көре аласыздар. Сұрақтардың тізімінен өзіңізге керекті сұрақтарды қанат белгісімен белгілеп шығып, өзіңізге керекті сұрақтарды осы тестке қосып шыға аласыздар. Келесі тестіні қосу тәсілі ол мәтінмен импорттау деген. Мәтінмен импорттау дегеніміз ол, яғни Microsoft Word форматындағы тұрған өзіңіздің алдын ала қосылып қойған тесттеріңіз, құрастырып қойған соларды мына жерге импорттап қоса аласыздар. Тура солай Excel файлынан да импорттап қоса аласыздар. Келесі тәсіліміз ол тақырыпты толық енгізу тәсілі. Тақырыпты толық енгізу дегеніміз жаңағы мен сіздерге тізімнен таңдау бойынша айтып кеткендей, тура сондай, бірақ бұл жерде сіз толық бүкіл тақырыпты енгізесіз. Мысалы, тізімнен таңдауда сіз тақырыптағы сұрақтар тізімінен бір-бірлеп керекті сұрақтарыңызды таңдап шықсаңыз, тақырыпты толық енгізу дегеніміз толық бүкіл өзіңіздің таңдаған тақырыбыңыз бойынша барлық сұрақтарды енгізу деген сөз. Өзіңізге керекті тәсілді таңдап, тестіні жүктегеннен кейін тіркеу батырмасына басаңыз, тестіңіз құрылады. Мына жерде ставка дегеніміз өзіңіздің максималды қандай балл болу керек, соны көрсетіп, санын мына жерде қоясыздар да тіркеу батырмасына басасыздар. Келесі, мынау сізде қазір көріністе тұрған бұл іс-шаралар беті, іс-шаралар бетінде қосылған тест. Қосылған тесттің настройкасына бассақ, баптауларына. Бұл жерде сіз бағалаудың критерияларын көрсете аласыздар. Бағалаудың критериялары дегеніміз, ол мысалы 0-ден 40-қа дейінгі жауап берген сұрақтар 2 болса, 41-ден 60-қа дейін 3, 61-ден 80-ге дейін 4 деп өзіңіз көрсетіп, бағалау критерияларын көрсете аласыздар. Немесе оны алдын ала қосып, шаблоннан тіркеп те қоса аласыздар. Және мына жерде толық бір өзіңізге керекті уақытты көрсете аласыздар. Бұл баптауларды көрсеткеннен кейін сақтау батырмасына басып, келесі материалды қосу жолына өтейік. Келесі бұл тапсырмалар. Тапсырмалар тура солай қосылады. Тест пен материал курстар сияқты тапсырманы қосу үшін біз тапсырманы тіркеу батырмасына басамыз. Тапсырманы тіркеу батырмасына басқан кезде сізде тапсырмалар бөлімі ашылады. Бұл жерде тура солай менің тапсырмаларым, барлық тапсырмалар деген қойындылары бар. Менің тапсырмаларымнан сіз өзіңіз алдын ала тіркеген қосылған тапсырмаларыңыз болса таңдап қоса аласыз, немесе жаңа тапсырманы қоса аласыз. Жаңа тапсырманы қосу үшін тапсырма қосу батырмасына басып, одан кейін тапсырманың атауын толтырамыз, мазмұнын толтырамыз, яғни өзіңіздің тапсырмаңызды. Керек болған жағдайда құжатты тіркей аламыз. Құжатты тіркеп, оның форматы да әртүрлі болуы мүмкін. Құжатты тіркегеннен кейін керек болған жағдайда кілт сөздерін көрсете аласыздар, жалпыға қолжетімді ете аласыздар, одан кейін сақтау батырмасына басасыздар. Енді біз толық іс-шарамызды толтырып шықтық, тыңдаушылар қосылды, барлық мәліметтер, курстар, материалдар, тесттер, керекті құжаттардың барлығы қосылғаннан кейін
оқушы тапсырмаларды, тесттерді өтіп, жауабын жібергеннен кейін біз іс-шарамыз бойынша есепті көре аламыз. Оң жақ үстіңгі экран үстіңгі жағында іс-шара бойынша есеп батырмасы бар. Іс-шара бойынша есеп батырмасына басқан кезде сіздерде осы сіздің құрылған іс-шараңыз бойынша нәтижелерді қарап шығуға болады. Ол тестілеу нәтижелері, тапсырма нәтижесі болуы мүмкін, қаралған материалдар және тізімдемелер. Мысалы, қазір әр нәтиже бойынша өтіп шығайық. Тестілеу нәтижелері. Сіз құрастырған тест бойынша өткен оқушылардың осы жерде жауабы көрсетіледі. Источник дегеніміз осы сіздің құрастырған іс-шараңыздың атауы, тест дегеніміз тесттің атауы, тыңдаушы, яғни қай оқушы қандай жауап бергені бойынша әр оқушы бойынша қарап шығуға болады. Мысалы, Бекенова Амина деген оқушының жауаптарын тексеріп шықса, бұл жерде күні көрсетіледі. Мысалы, 18 сәуір күні өтілген, уақыты жазылған, қашан кіргені, өту уақыты жазылған. Осы тестті өту үшін Бекенова Амина 28 минут ішінде өтті деген сөз. Яғни, сосын дұрыс жауаптары, мысалы 25, максималды сұрақ 25 болса өзі, 25-дің 21-не жауап берді деген сөз. Сондай-ақ біз нәтижені көз белгісіне басқан кезде толығырақ көре аламыз. Мына жерде процент бойынша көрсетілген нәтижесі. Көз белгісіне басқан кезде сіз осы тесттің мазмұнын көре аласыздар, сұрақтарын. Көкпен белгіленіп тұрған бұл оқушының жауап берген жауабы. Ал қанат белгісінде тұрған бұл дұрыс жауабы. Яғни, осылай біз тесттің нәтижелерін қарап шыға аламыз әр оқушы бойынша. Келесі, қаралған материалдар бойынша. Қаралған материалдар бойынша бұл жерде біз көретін мәлімет күні және қарау уақыты. Яғни, оқушы мысалы сіз жіберген мәліметті, мүмкін бұл видео болуы мүмкін, ссылкамен жіберген бір мәліметіңіз болса, сіз оны ашып, қанша уақыт кетірген көре аласыздар. Мысалы, 28 минут ішінде сіз жіберген материалды оқушы қарап шықты, Мадияна. Немесе міне 0 минут 0 секунд. Яғни сіз біле аласыз, бұл оқушы тапсырманы ашып, материалды қарап, онымен таныспай жаба салды деген сөз, 0 минут 0 секунд. Келесі, тапсырманың нәтижелері. Тапсырма бойынша нәтижелер. Бұл жерде тура солай процент бойынша көре аламыз, көз белгісіне басып, толық көре аламыз әр оқушы бойынша. Мысалы, Қыдыров Диастың нәтижесін қараған болсақ, бұл жерде тапсырманың аяқталғаны жазылған, оқушының жазған пікірі, оқушының жүктеген құжаттары, мысалы, JPG форматы деп тұр, сурет ретінде өзінің жауабын жүктеп жіберген мұғалімге. Және мұғалімнің бағасы көрсетілген процентпен, мұғалімнің аты жөні, рөлі және мұғалімнің жазған пікірі. Қай күні өтілгені және өту уақыты. Келесі, кітапхана модулі бойынша кетейін. Кітапхана модулінде сіз іс-шарада қосылған барлық сіздердің мәліметтеріңіз сақталады. Яғни бұл дерекқор. Кітапхананың ішінде, мысалы, менің материалдарым дегенде сізде барлық сіз қосылған құжаттар қосылады. Барлық материалдарда сізге қол жетімді болып тұрған барлық материалдар көрсетіледі. Енді жаңағы материалдар бойынша жеке-жеке тоқтап шығайын. Файлды қосқан кезде, құжатты қосқан кезде біз оны мына жерде жазылған формат бойынша қоса аламыз. Әртүрлі форматтары тұр. Файлды қосуға белгісіне басып, керекті өрістердің барлығын толтырып шығамыз. Материалдың атауын жазамыз. Қай тілде материал тілі, қазақ тілі ма, керекті тілін таңдап, тақырыбын таңдап. Источник дегеніміз, мысалы, сіз қосқан материалыңыздың сілтемесі ретінде
сілтемені мына жерге қосып қоя аласыздар. Жалпыға қолжетімді ете аласыздар, яғни барлық материалдар бөлімінде көрінеді деген сөз барлық мектеп мұғалімдеріне. Келесі видеоны қосу. Видеоны біз YouTube немесе Vimeo сервистерінен қоса аламыз. Бұл жерде сіз видео қосқан кезде ссылкасын көрсетесіздер. Ссылкасын, мысалы онлайн трансляция болса, қанат белгісін басып онлайн трансляция екенін басасыздар. Материал атауын қоясыздар. Тілін, тақырыбын және кілт сөздері керек болса, кілт сөздерін көрсетесіздер, және тура солай источнигін көрсете аласыздар. Келесі ең бір күрделі түрі ол вебинарды қосу мүмкіндігі. Онлайн вебинар жүргізу, яғни. Онлайн вебинарды жүргізу үшін біз вебинарды қосу батырмасына басып, вебинардың басталу күнін жазамыз, вебинардың басталу уақыты, келесі керек болған жағдайда өзіңіздің өткізетін вебинарыңызда керек құжаттарды қоса аласыздар жүктеп. Оларды жүктеген соң материалдардың атауын жазып шығасыздар, материал тілін, тақырыбын, кілт сөздерін. Тура солай жалпыға қолжетімді ету, яғни басқа мұғалімдер оны қолданып көре алатындай. Және доступ по прямой ссылке дегеніміз, яғни тікелей сілтеме бойынша оқушы өтіп сіздің вебинарыңызға қатыса алады. Мысалы, сіз қосқан іс-шара бойынша сізде қосылған тыңдаушылар, яғни оқушылардың тізімі бар. Енді сіз басқа бір оқушыға немесе қолданушыға осы вебинарға қатысын деген ұсынысыңыз болған жағдайда, сіз осы доступ по прямой ссылке деген қанат белгісін басып, осыны таңдап, ссылканы жіберіп, сол оқушы ссылка арқылы кіріп, сіздің вебинарыңызға қатысады. Келесі, бұл сіздердің алдарыңызда вебинарды бастаған кезде қалай өту керектігі туралы. Вебинар басталған кезде сізде вебинарды бастаған кезде Adobe Flash Player'ды жүктеу немесе вебинарды қосқаннан кейін сіз конференцияның қажетті түрін таңдайсыз. Бұл жерде мысалы микрофон мен тек тыңдау деген белгілері тұр. Микрофон, яғни вебинар уақытында хат жазысып тыңдап сөйлесе аласыз деген сөз. Ал кейін сәйкесінше баптауларда тыңдаушылардың микрофондарын өшіруге де болады. Тек тыңдау бұл сізге микрофон қолжетімсіз болады, және конференцияның кезінде тек тыңдауға немесе хат жазысуға қатыса аласыз деген сөз. Келесі, бұл жерде сіз дыбысты тексеру, одан кейін сіздердің алдарыңызда вебинар терезесі пайда болады. Іс-шараның қатысушылары монитордың сол жағында көрсетіледі, яғни тізімдерімен тұр. Мына жерде хат жазысу терезесі. Он жақта, яғни вебинардың өзінің терезесі тұр. Бұл жерде сіз қосылған құжаттар көрсетілген. Сонымен қатар, мына жерде запись белгісі тұр, яғни вебинарды жазуға болады. Одан кейін вебинар біткеннен кейін оқушылар немесе керек болған жағдайда мұғалім оны қайттан қарап көре алады. Микрофон белгісіне басқан кезде микрофон өшіріледі. Мынау шығу деген белгіні білдіреді, видеоны қосу бейнебаянды. Сонымен қатар бұл вебинарда дауыс беруге болады. Начать голосование деген бөліміне басқан кезде вебинардың өткізетін адамы бұл жерде әр тыңдаушы үшін дауыс беру мүмкіндігі шығады.
мысалы бір сұрақ қойған кезде, вебинар өткізген кезде, начать голосование батырмасына басқан кезде, әр оқушының алдында экранның оң жағында, мынау тұсында я, жоқ деген сияқты жауап түрлері шығады. Келесі, вебинар аяқталған кезде сіздердің алдарыңызда қатысушылардың тізімі шығады. Бұл жерде әр қатысушы бойынша қай уақытта кіргені, шыққаны туралы барлық мәліметтер көрсетілген, барлығы қанша оқушы болғаны. Сонымен қатар вебинар біткеннен кейін бір тәулік ішінде осы вебинар жүктеліп, оны қарап шығуға болады. Жүктеліп шыққан кезде, сол жақта сізде көрсетіліп тұрғандай, сіз өздеріңіз қай уақытта сізге керек болған кезде кіріп, вебинарды қайттан қарап шыға аласыздар. Осы вебинарға қосылған мәліметтер, құжаттарды да сонымен қатар көре аласыздар. Енді осы жүйедегі жұмыс бойынша алгоритмін тағы қорытындылай айтып шығайық. Ең біріншіден біз оқытушылар, яғни мұғалімдер сабақ үшін материалдарды кітапхана бөліміне өз бетінше жүктейді. Яғни кітапхана модуліне кіріп, сіздер өзіңізге керекті файлдарды, құжаттарды, вебинар жасау қажет болса, бейне материалдардың сілтемелерін қосасыздар. Содан кейін іс-шаралар бөлімінде іс-шараларды құрайсыз. Іс-шара құрылғаннан кейін біріншіден біз оқушыларды қосамыз. Сыныпты немесе топтар болса топтарды бекітіп, одан кейін сабаққа арналған материалдарды енгіземіз. Материалдар енгізгеннен кейін оқушылардың орындауы үшін тапсырмалар блогында үй тапсырмалары бекітіледі. Оларды алдын ала жасап алуға болады. Содан кейін қажет болған жағдайда оқушылардың өту үшін тесттер бекітіледі. Іс-шара ішіндегі есептеліп тексеріледі. Яғни бағана мен сіздерге көрсетіп кеткендей, іс-шара бойынша есеп батырмасында барлық қорытынды нәтижелерді қарап шығу дегеніміз. Енді келесі мен сіздерге оқушы жағынан жасалатын жұмыс бойынша айтып кеткім келеді. Бағана біздің айтып кеткеннің барлығы бұл мұғалімнің жұмысы болды. Енді оқушының жүйедегі жұмысы. Сіздердің алдарыңызда оқушының жүйедегі беті көрінісі көрсетілген. Оқушы кірген кезде сол жақта оқушының аты жөні, жүйедегі рөлі, өзіне қолжетімді барлық модульдері көрсетілген. Яғни бұл хабарлама, нұсқаулық, іс-шара, курстар, кітапхана, тест тапсырмалары. Оқушыға тағайындалған іс-шара болған жағдайда, нәрде бір деген белгісімен көрсетіліп тұрады. Іс-шара модуліне кірген кезде сіздердің алдарыңызда тағайындалған іс-шараның атауы жазылған. Және осы іс-шара бойынша мұғалімнің, қай мұғалім береді, сол мұғалім есімі жазылған. Іс-шараның атауына басқан кезде сіздердің алдарыңызда іс-шараның атауы жазылған, қай күні өткізілетіні, мұғалімнің аты жөні, және осы іс-шарада қатысатын тыңдаушылар, яғни оқушылардың тізімі көрсетілген. Сонымен қатар осы іс-шарадағы бекітілген, тіркелген курстары, материалдары, тапсырма болған жағдайда тапсырмалары іс-шараның ішінде көрсетіледі. Оқушыға енді осы тағайындалған іс-шара бойынша жауап беру үшін іс-шараға басып атауына, мысалы мына жерде іс-шараның атауы жазылған және оқушының жауап берген нәтижелері көрсетілген. Енді мысалы тапсырманы өту үшін біз мына жерде бастау батырмасына басамыз. Бастау батырмасына басқан кезде оқушының алдында іс-шараның атауы және жауап беретін өріс бөлімі мына жерде көрсетілген. Оқушы жауапты клавиатура арқылы енгізіп жаза алады, немесе жауапты құжат ретінде тіркеп мұғалімге тексеріске жібере алады. Оқушы жауаптарын барлығын жіберіп, мұғалім тексергеннен кейін оқушының жүйеде бетінде тапсырма аяқталды және
оқушының жауабы көрсетіледі, мұғалімнің бағасы, мұғалімнің аты жөні және мұғалімнің жазып кеткен пікірі көрсетіледі. Келесі, тест бойынша тура солай, мысалы, тест бөліміне өткен кезде тағайындалған тест бойынша өтіп, бастау батырмасына басып, оқушы тестті өте алады. Көкпен оқушының белгілеген жауаптары, сол жақта көрсетілген уақыт, осы тестті өтуге көрсетілген уақыт. Тест біткеннен кейін нәтижесі. Мысалы, тестті құрған кезде мұғалім қайталанатын қып қойған жағдайда, мына жерде оқушы бірнеше рет өте алады деген сөз. Мысалы, қайталанатын деген батырманы қойып мұғалім көрсетпеген жағдайда, бұл жерде осындай батырма болмайды. Сонымен қатар хабарлама модулі бар. Бұл модульде оқушы мен оқытушы арасындағы қатынас, яғни жаза салады. Чаттың түрі. Осымен жүйе бойынша сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер.